Қайырлы күн. Алматыда жаңбыр жауып тұр. Бүгін сол спортивка киіп алып, сумканы тағып алып, жаяу аралайын дедім Алматыны. Студенттік кезде еске алып, бұрында бір сумка, бір дәптер. Баста проблема жоқ. Ойдың бәрі қаңғу, тамақ қаяқтан ішсем, оқудың ақшасын, общаганың ақшасын бәрі әке-шешесінің мойнында. Әке-шешеміз мықты екен деймін да. Сондай проблема, қанша баласын оқытып, өздерін тауып атқан айлықтары деген азап, қиын. Екі нәрсені қайтарамайсыз дейді, уақыт және де көңіл дейді. Бір-бірлеріңіз көңілдеріңіз қалдырмай жүріңіздер, әке-шешелеріңіздің қадірін біліңіздер, Погода деген прям күшті болып тұр. Ал мен мына жақта фрукт алып жатырмын. Қараңыздаршы, прям күшті үлкен клубникалар екен. Достар, бүгін залға келдік. Бүгін болғанда бізде понедельник, среда, пятница ғой, короче. Бүгін день грудь. В общем, качок болып шығатын жайымыз бар да, андай болды, бір айнаға қараған кезде. Бля, бізде де местныйлар баратаге. Местный тауасар. Ахнеттің өзі. Файзулла, бля. Всем привет! Представляете, телефонның зарядкасы түнде суға тиіп кетті да, сонымен түнімен телефоным өшіп тұрған. Сонымен Ерасыл сабаққа бармай қалды. Бүгін таңертең процедурам бар еді, оған бармай қалдым. Неге микростимуляцияға барып, невропатологқа бару керек едім, оған да бара алмай қалдым. Представляете, ұйықтап қалғанмын. Сол қазір ғана телефонымды қосып, завтрагымызды ішіп шығып бара жатырмыз. Енді қазір зарядкалайын деп жатырмын. Телефонда бір жаман слабый зарядка бар еді, сонымен қосып отырмыз. Сол бүгін бэшопқа барам ба деп отырмын. Если успеем, потому что тағы бір жұмысым болып тұр, ол қазір шықса сол жаққа тартып кетемін. Бизнес-встречу немесе неге кетем, бэшопқа кетем бүгін деп отырмын. Кстати, қараңыздаршы, мен бетім до такой степени уже тфай-тфай отектарым басылып. Кстати, мен раньше всегда линзы тағатымын, зрачоктарды үлкейтіп тұратын. Білмеймін, почему-то маған сол қатты ұнайды. Без линзді. Қазір мына линза жоқ, көзімде прям өзіме қатты. Без маски. Без фильтра. Вот, видите? Ерасылдың өзі айтып жатыр. Без фильтра, без маски. Аллахи. Жоным. Аллахи, көрдіңіздер ма? Без фильтра красивая мама. Молодая, красивая, да, мамочка? Мама, почему у меня такая большая голова, что она почти больше, чем твоя? Нет, просто ты так стоишь, у тебя ракурс не тот. Все, всем хорошего дня. Достар, ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Жақсы кездесуден, жақсы тренинг десек те болады. Соқтан шықтым, қазір тренировкаға барып жатырмын. Что-то тфай нормальный болып қалған сияқтымын. Үйде жатпағаным дұрыс болыпты бүгін. Сау, аман болыңыздар.